Бау ішіндегі бұл екеуін бақылап отырғанына бүгін 5-ші күн. Шіркіндер найта береді екен, деп ойлады Әлия. Есіне серік түсті. Сырлары сарқылмайтын, армандары таусылмайтын, тәтті түндерді ойлағанда жүрегі шымырлап кетті. Олар да осылай бау ішінде қол ұстасып, ұзақ-ұзақ серуендеуші еді. Алдағы күндер сыйлайтын бақытты олар ақ таңнан сарыла бірге тосты. Алайда, бақыт құсы ойда жоқта алақандарынан пыр етіп ұшып кетті. Әлия автокөлік апатына ұшырады. Ауруханада ұзақ емделді. Үйіне мүгедектерге арналған қоларбамен оралды. Жұлыны жараланған депті дәрігерлер. Екі аяқта да жан жоқ. Уақыт өте бәрі қалпына келеді. Дене шынықтырумен үзбей айналыссын деген хирургтер алдаусыратқанымен ертеңгі күннің не боларын білмейді бойжеткен. Басында бәрінен де бас кешкен. Бірте-бірте мүгедектерге арналған жылжымалы орындыққа қоларба да көндікті. Кітап оқиды, өлеңдер жазады. Есік қоңырауы соғылса келіп қалған серікпе деп елеңдейді. Ол да алғашқында күн құрғатпай келіп тұрушы еді. Бірте-бірте сабағым, ана жұмысым, мына жұмысым деп келуді сирексітті. Олардың үйі орталық саябақтың дәл іргесінде. Терезелері сол саябаққа қараған. Әлияның терезе алдында келіп, сыртқы дүниемен байланыс жасағысы келгенде, көретінді саябақ ішінде орындықта отырған осы жұп күн сайын келеді. Биыл қаланың қысы ерекше болды. 2 ай бойы түтеген ақ боран соғып тұр. Саябақ ішіндегі ағаштар мына суықты көтере алмағандай, жалаңаш бұтақтарын салбыратып дір-дір етеді. Кейде екілене соққан үскірік боран жалаңаш бұтақтарды аяусыз ұрғылайды. Мұндайда Алияға дәрменсіз бұтақтар жылап жатқандай болады. Саябақ іші үрінді қар, әрі-бері өткендер ирелеңдеп жалғыз аяқ жол салып тастайды. Әрі-бері өткен шұбырынды жұрт жалғыз аяқ жолмен бүрсеңдеп кетіп бара жатады. Сықыр-сықыр, кірт-кірт. Өмір жалғаса береді. Бір адамның тіршілігі таусылмайды деп ойлайды боз қорқау шалған терезенің күн нұры тиіп сәл ғана ерітіп, ойық жасаған саңлауынан сыртқа телмірген Әлия. Айнала аппақ дүние. Ағаштардың өне бойына ақ қырау қонақтап алған. Иықтан басқан зілмәуір сырма, көңілді жастардың алаңсыз күлкілері ғана серпілткендей. Ал кеш түссе байыған күннің ұзамақ тартқан ақ жолақсыз аты ғана қалады. Боз қыраулы әйнек алдындағы бойжеткеннің талмауыр көзіне үміт отын жағатын саябақ ішіндегі самсаған электр жарықтары ғана. Боранды күні бала мен ит құтырады. Осы сөздің рас екеніне Әлияның көзі енді жеткендей. Бір тарғыл төбет соңына 5-6 ит ілестіреді де жүреді. Қар үстінде бірін-бірі тістелеп алысып жұлысып күні бойы асыр салады. Әне бір ілмеген қара қаншықта үйірден қалмайды. Көбінесе серіктестерінен көбірек зәбір көрсе де үйірден бөліп кеткен емес. Қасат қардың үстінде қара қаншықта аунап жатады. Содан соң олар осы шұбырған күйі әлдеқайда жоғалып кетеді. Сірә, ашыққан қарындарына жұбаныш болар, талжау бірдеңе іздеп кететін болар. Менен гөрі бұлар да бақытты. Барамын деген жерлеріне барады. Күні бойы қасат қар үстінде өз үйірімен асыр салады. Ал мен, деп мұңаяды Әлия. Мұндайда жанарына ащы жас тамшылары ұялады. Әжесіне білдірмейін деп, жанарындағы тамшы жасты сығып тастап, бетін көлегейлейді. Түнімен саябақтағы жалаңаш бұтақтарды аяусыз сабалаған долы жер таңертең бірақ демін тартты. Күртік қарды жел суырып, жалғыз аяқ жолдың үстін ашып кетіпті. Бірақ бет қаратпайтын ақ түнек боран жол жиектеріндегі бағаналардың аяқтарына абажадай байпақ кигізіпті. Бағана бастарындағы шамдар түнімен шайқалтып, енді ғана тыным қалыпты. Сұмдық, суық саябақта әзірше қыбырлаған пенде жоқ. Күнде таңертең жалғыз аяқ жолмен жүгіретін 2-3 шал бүгін көрінбейді. Тегі белдерін уқалатып пеш түбінен ұзай алмай қалған шығар. Мынадай шыңылтыр аязды күні таңертеңнен көшеге шығып, жүгіретіндей далаға тастай алмай жүрген жандары жоқ болар-ау.
түнімен тентек желдің тегеурінде төтеп берген саябақ меңіреу күй кешіп жатыр. Адамдар басқа жолмен кеткен бе? Әзірге саябақ ішіндегі сүрлеумен келе жатқан ешкім көрмейді. Кенет Әлияның құлағына қасат қарды сықыр-сықыр еткізіп басып келе жатқан әлдекімдердің дауысы естігендей болды. Ол қоларбасын қозғап терезе жақтауына жақындады. Солар қол ұстасқан бойы өздері күн сайын отыратын орындыққа келіп жайғасты. Бойжеткен жігіттің алдына отырды. Бірін-бірі жылдап көрмеген жандардай ұзақ аймаласты. Қыз жігіт мойнына білегін артты. Шалқая түсіп күліп, әлденелерді айтып жатыр. Айнала таңертеңгі аяз құрсауында, сонда да бойжеткен мен бозбала суықты елейтін емес. Қар жамылған саябақтың адам аяғы бүгінгі тимеген бір қалтарысында оңаша отырсы да, әлдекім бұлардың екеуі ара әңгімесіне құлақ түретіндей ғашықтар сыбырласып сөйлейді. Көбіне әңгіме айтатын еркек қыз. Ол жігіттің құлағына бірдеңелерді ұзағырақ сыбырлайды да, екеуі бір-бірлерінің қолдан ұстасқан күйі шалқаяқтап шаттыққа шомылады. Жігіт орындыққа отырды. Қыздың қолынан ұстап тізесіне отырғызғысы келіп еді. Бойжеткен тартыншақтады. Ол айналасына ұрлана қарап алып барып, жігіттің алдына жайғасты. Әңгімелері және жалғасты. Алдындағы аққудай жарасқан жұп біріне бірі еркеледі. Шаштарын сипасты. Мұрындарын мұрындарына түйістіріп секелесті. Жанарлары түйісіп, біріне бірі елжірей ұзақ-ұзақ қарасты. Сосын жігіт сәл ғана еңкейіп, сүйгенінің шиедей ерніне жармасты. Айқасқан құшақтар көпке дейін ажыраған жоқ. Терезеден сыртқа сонша телміретіндей далада не қызық болып жатыр, деді әжесі. Түкте жоқ, әже, қарды қызықтап отырмын. Тәйірі, қарды қызық болып бекен? Одан да келіп тамағыңды ішсеңші, қызым-ау. Әжетайым сол, қазір. Бірақ Әлия терезе алдынан кете алған жоқ. Тамаққа бұрылса, тыстағы екеу өзіне өкпелеп тұрып кететіндей көрінді. Басқа біреулердің махаббаты маған не үшін керек? Өз махаббатымды ұрлатып, тұлыпқа еген сиырдай сонша сүзгенім не? Деп шамырқанды бойжеткен. Тұла бойы тітіркеніп кеткендей болды. Жылы үйде отырып, өзінен өзі қалшылдап тоңды. Әлияның тұнжыр көздерінен жас тамшылады. Онда да осындай қыса еді. Бірақ биылғадай іскірігі, құлақ шымшы ойнайтын аязы жоқты. Дегенмен қыстың аты қыс. Олар тымық түнде қол ұстасып саябақ ішінде армансыз аралады. Екеуінің бал шырын сәттерін үзіп алмайын дегендей айналада тәкаппар тыныштық орнаған. Сол түні жапалақтап қар жауды. Әлия ұлпа қарға қолын тосып алақанына қондырды. Табиғат неткен ғажап. Түрлі өрнектегі қар бойжеткен алақанына еріп, тамшы суға айналады. Серік те қарға алақанын тосты. Қолыңа қар қондырма, деді Әлия еркелеп. Неге? Өйткені саналған өрнекті қар алақанда еріп кетеді екен. Ол өз өрнегімен, өз тағдырластарымен табыссын. Су болып белгісіз нүктеге сіңіп кеткенше, төңірекке әсемдік сыйлап, сан миллиондаған өрнекті сұлулықтың арасында болғаны жақсы емес пе? Деп Әлия жігіт иығына басын сүйеді. Қар бәрібір көктемде еріп кетеді емес пе? Иә, мезгіл жеткенде барлығы да жоғалады. Әлия бұл сөзді неге айттым екен деп ойланып қалды. Уақыт зымыран бір орында тұрушы ма еді? Ертең біз де қартаямыз. Бүгінгі мына тылсым да тұңғиық тамаша түн де қайтып келмейді. Бәрі өткінші-ау, деген қай-қайдағы бір ой келді бойжеткенге. Солай екен, тұнжырап сала берді. Әлия деймін, неге көңілсіз келесің? Жай әшейін. Адам жайдан жай тұнжырай ма екен? Әлде жаңағы сөзіме өкпелеп қалдың ба? Жоқ, Серік, өкпелегенім жоқ. Ендеше неге бір түрлі болып бұртиып келесің? Ойыма бір нәрселер түсіп. Ол не? Мына қардың көктемде еріп жоғалатынын ойлап келемін. Сол-ақ па жаным? Адам содан да бола тұнжырай ма екен? Бұл табиғаттың заңы ғой. Серік Әлияның иығынан құшақтап өзіне қаратты. Жанарлары түйісіп қалды. Әлия күліп жіберді. Екеуі кафеден шығып келе жатқанда Әлия тағы да қар жөнінде ойланды.
Аппақ қардың ғұмыры неге сонша қысқа болды екен? Адамдардың да өмірі мен қуанышы өте шолақ қой, өтеді де кетеді. Неткен аянышты, деді Әлия Серікке қарап. Сен неге бүгін осындай қайдағы бір қапас ойлардың құрсауында қамалып қалдың? Серпілсеңші бір. Кешір, Серік, ойыма қаңғыған ой қайдан келгенін білмеймін. Жарайды, басқа тақырыпқа көшелік. Міне, бұл табылған ақыл. Олар үйге жеткенде таңғы аяз аздап қысып тұрды. Айнала аппақ еді. Аспанда ай болмаса да төңірек күн сәулеге малынып тұр. Шам жарығымен шағылысқан ақша қар жарқыл шашатындай. Жасыл шыршалар тәкаппар кеудесін тік ұстап, мезгіл ырқына бағынбаймын деп тұрғандай. Серік, мына шыршаны қарашы, деді Әлия. Жігіт қалыңдығының не айтпақ болғанын бірден ұқты. Біздің махаббатымыз осы шыршада мәңгілік болады, деді Серік. Бой жеткен жігіт құшағына құлап, оттай ыстық ернін еріксіз тоса берді. Есікті әжесі ашты. Қашанда тілеуін тілеп, жолын тосып отыратын алтын әжесі ғой сол. Таңертең сабағына тұрмайсың ғой енді, деді бар айтқаны. Қайда жүрсің, неге кешесің, деген жоқ. Әлия әжесінің бетінен сүйді де өзінің бөлмесіне кіріп кетті. Терезе пердесін сәл сыпырып сығалап еді. Серік әлі кете алмай тұр екен. Сөйткен Серікте сындау деп қапалана ойлады Әлия. Әжесінен ішкі сырын жасырмақ болып, қол арбасын қозғалтты. Алдындағы кітап парақтары суланып қалыпты. Көз байлана бастады. Қарлы құйын шатырды сабалап, шыршаларды сілкіледі. Көтеріліп келе жатқан кешкі сыңсыған суық жел бой тітіркендіріп, көңіл құлазытады. Кешкі саябақтың сандаған шамдары самаладай жарқырағанмен, сәулесі сезімді серпілтпей-ақ қойды. Әрі-бері жүргіншілер аяғы да саябырсыды. Бірақ қыз бен жігіт әлі тапжылмай отыр. Қызым-ау, шай ішсеңші, деді әжесі. Әлия бірер пиала шай ішті де қайтадан терезе алдына келді. Саңлаудан сығалап еді. Таныс та бейтаныс қыз бен жігіт бір-біріне қарсы ашып ойнап жүр екен. Әлия енді қыс маусымын керемет жақсы көріп кетті. Көктем шықпай-ақ қойса екен деп тіледі іштей. Кіршіксіз қуанышын сыйласа, мына аппақ әлемнің де базарлы бағы көп екен-ау, деген ой санасын селт еткізгенде есікке қарай қалай қозғалғанын өзі де сезген жоқ. Әже, мені далаға шығаршы, қысқы кешті көргім келеді, деп ағыл-тегіл жылады.